Бар әлемге бақытпен жар салайын. Бүгін сізге жырдан алқа тағайын, шат күлге толы болсын малайын. Көргенде де көрмегенде арманда, жаңа жыл құтты болсын ағайын. Деңгір көктей жұлдыз болып жатайын, ай жүзінде ажарланып арайын. Жырға қуат, бойға қуат әкелген жаңа жыл құтты болсын ағайын. Бәрекелді, құрметті халайық. Бүгінгі жаңа жыл кешін көтеріңкі көңіл күймен, әсем сәнді бимен өткізуге атсалысамыз деген үмітіміз бар. Құрметті достар, жақсы сөз жарым ырыс деп дана қазақ айтқандай, жүрекке жылулығын ұялатар алғашқы жаңа жылды құттықтау сөзін Казгородок орта мектебінің директоры Бекенова Алма Болатқызына береміз. Мерекемен, жаңа жылмен құттықтаймыз. Балаларымыз бізді тек қана қуантатын болсын, біздің мектебімізге тек қана абыройы келетін балалар болыңдар. Бәрімізге, мұғалімдерге табыс тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Ата-аналарға үлкен рахмет, әрқашан мектептің өміріне қатысып, көмек жасап жатырсыз, соған өте біз ризамыз. Сапфирбиев біздің ауылымызда бар ғой, меңгерушісі Қожанов Жаслан Сайрамұлы бізге көмек жасады. 30 мыңға балаларға кәмпит сатып алды. Сосын біздің Ақшақарға костюм сатып алды. Соған біз өте ризамыз. Жаңа бастауыш жылында да айтты, кеше Степняк қаласында Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне арналған қазақша күрестен сайыс өтті. Мектебімізден 25 оқушы қатысты. Енді бастауыш сыныптарда оқушыларды марапаттадық. Қазір орта буында қатысты. Осылай болса, жаңа жыл баршаңыздың отбасыларыңызға денсаулық пен бақыт, береке мен бірлік, жақсылық пен қуаныш әкелсін. Халайық той бүгін, бақыт, шаттық мол бүгін. Қасалайық тышқан жылы ұзатып саптығыңызды. Уақыт деген жүйрікпін, тоқтамастан құйғыттым. Жаңа жылға жақынмын, жарандар той сый көтсін. Уа адамдар аман ба? Көз салындар маған да, пайдаланып қалыңдар. Мен қымбатпын аманда, бірліктегі бақытпын, бірлікшіге шаттықпын. Еселенген өмірді, есептеген уақытпын. Сәлеметсіздер ме, кешіккен жоқпын ба? Мен сондай асықтым, сонда жүгірдім, кешігім деп қатты қорықтым. Мен ең жақсы қасиетім шапшаңдылығым. Мен тағы бір қонақпын, 12 жылда оралар. Үлкендерге ақниет, сіздерге де ақниет, сіздерге мың рахмет. Мен ақ түсті жылтырлаған нәрселерді жақсы көремін. Осы түсті киімдерді кисе бақытты болады. Шыққан жылы не әкеледі? Мен сіздерге бақыт, байлық және жақсы бағалар әкелемін. Мерекелік дастарханда не болу қажет? Мен көбінесе ет және теңіз тағамдарын жақсы көремін. Көкөністер мен жемістерді, түрлі салаттарды жақсы көремін. Ең бастысы дастарханымыз әдемі, бай болсын. Мен капустаны және редисканы жеп көремін. Тыңда да есіне сақта. Оқушылар мен олардың ата-аналарына қуаныш әкел, махаббат пен байлық әкел. Ауырғандарды тез емде, бәріне достық әкел. Келістік пе? Келістік. Амансың ба ұлдарым, амансың ба қыздарым. Асаулармен алысқан, асау жермен жарысқан. Ата-бабаларың сендерге келіп тұр алыстан. Қасындағы Ақшақар, ол да ренжіп қалмасын. Бүлдіршіндер балалар, оған бір анасын. Біз бүгін сендерге биылғы тышқан жылында ала келдік. Биылғы жыл қандай, қалай болатынын қазір бізге айтып береді. Қазақтар тышқан жылы береке, ырыс, татулық пен тыныштық жылы деп санаған. Халықтың бұл сенімі көп жағдайда дәл келген.
Шынында да тышқан жылы қиыншылықтар, жауынгершілік және ашаршылық көп болмаған. Мектепте тышқан жылы туғандар баршылық. Ал қанеки 5-ші сыныптан тышқан жылы туғандар бар ма екен? Біздің 7-ші А сыныбында тышқан жылы туғандар жоқ. Ал мұғалімдердің арасынан тышқан жылы туғандар бар ма екен? Бар. Ата-аналардың незесіне сәйкес тышқандар жылы туғандардың мінезі тік, алғыр, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін мол жауапкершілікке ие. Ал жаман қасиеттер шыдамсыздық, кейде қырсық және қызғаншақ. Әділ, кеңпейілді, жомарт жүректі, әркіммен тіл табыса біледі. Өзін басқара біледі. Алла қойған мақсатына жетпейтін байтыларына көпшілік тәнті, үсті басын таза ұстап сақ жүреді. Той думан у-шудың бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі әр нәрсеге өкпелегіш, олардан жақсы саудагер, жазушы, сыншы шығу мүмкін дейді мамандар. Мені биыл жақсы қарсы алса, соның биыл жолы болады.
Кім алысқа өрлей алады? Ал, баста. Бесінші сыныптан қыздар Томирис, алтыншы бастарына бақ қонсын, келер жылы келерміз, сыйлықтағы әкелеріміз. Қуанышқа толыңдар, тек биіктен көрініңдер. Кәлі балалар, тағы да қандай өнерлерің бар? Көрсетіңдерші бізге. Baqıtlı sətімді менің, иығымда қолдар
көп рахмет. Биік шыңдардан көріңдер. Ал аяз ата ақшақар асығып тұрған секілдісіздер. Әрине әлі де бара жер босартуларыңыз көп болғандықтан көп бөгемейік. Я ата, мынау халқымызға бата берер кез келді ғой деймін. Келесі жылы көріскенше амандықта болыңдар. Осы елге қуанышмен келейін. Жақсылық елден кетпесін, жамандық елге келмесін. Малын аман болсын, жолдасын адал болсын. Осы айтқаным қабыл болып, батам мен тамам болсын. Әумин. Кеші осындай өте ғажап болады. Енді мынандай өлең сөздермен аяқтайық, сосын жаңа жыл әнін бәріміз шырқаймыз. Бар бол! Жаңа жыл! Бәріміз айтайық. Бар бол!